Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді, тойымды таңғы асқа немесе түске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен екі пиязымызды алып, төрт бұрышты немесе өз қалауларынша етіп, жуғалап, майдалап турап аламыз. Турап дайындап алған пиязымыздың үстінен 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқа мен пиязымызды жақсылап екеуі біріккенше араластырып аламыз. Пияз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып болған соң, оның үстінен манка жармасын салып, үшеуін жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, дәміне қарай көп сеппейміз. Шым-шым тұзымызды сеуіп, оның үстінен роллтың приправасынан бір шай қасық сеуіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, бізде осындай масса шығады. Енді табамызды қыздырып, үстіне майымызды құйып, қызарған майымыздың үстінен жаңағы дайын болған, яғни манкадан жасалған котлеттерімізді осылай үлкен қасықпен бір қасықтан құйып тұрамыз. Екі шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің жұмыртқа мен манкадан қосылған котлеттеріміз, яғни тіске басар таңғы астарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.